Ассалаумағалейкум. Қалдарыңыз қалай қадірменділер? Дүйсенбілік жаңалықтар ретін Жәнібек Әлімханұлымен бастаймыз. Қазақстайл 21 мамырда өтетін чемпиондық жекпе-жегіне дайындығын қыздыра түсуде. Ол қазір түрлі боксшылармен спаррингтік жұмыстар жүргізіп жатыр. Өздеріңіз білетіндей, бұл жекпе-жекке дайындықтың негізгі кезеңі болып табылады. Әзірге командадан жеткен жаңалықтар бойынша бәрі жоспармен өтіп жатқан сыңайлы. Бұл жолы Қазақстайл мүлде басқа залда өткен спаррингтік жекпе-жектен бейнелер салып, міне нағыз қазақ стилі осындай болады деп көрсетіпті. Онда Әлімханұлы қорғаныс жүре шабуылдаған сәттерін көрсеткен. Қорғаныс пен шабуыл құстың қос қанатындай. Олардың бірі болмаса ұшпайсың, құлайсың деп жазды ол Инстаграмдағы парақшасында. Бұл 100 раундтық спаррингтердің бір бөлігі. Алда әлі жұмыс жеткілікті. Ал бұл аралықта Жәнібектің болмай қалған қарсыластары жаңа жекпе-жектерін жариялауда. Солардың бірі Хайме Мунгуя енді Даниэль Джейкобспен жекпе-жекке шығатын болыпты. Белбеушінің өтерсінің орнына атақ жағынан еш нәрсе бере алмайтын кездесуді таңдаған несі деген сұрақ сіздердің тараптарыңыздан тууы мүмкін. Мұндағы жауап, бұл қаржы тұрғысынан тиімді. Джейкобс соңғы кездері жиі жеңіле бергенмен, ол әлі де элиталы боксшылардың бірі болып табылады. Шындығында менде Жәнібектің Дэнни Дигнуммен кездескеннен көрі осы бір мықтымен жолыққанын қалар едім. Джейкобс тұту кәдімгідей беделді көтереді. Бірақ Жәнібек Джейкобсты қарсылас ретінде санамады. Оған белбеу керек болғандықтан тек чемпиондар мен оған үміткерлерге ғана назар аударған анық. Джейкобс Мунгуя кездесуі орта салмақта емес, межеаралық салмақта өтеді екен. Таза коммерциялық жекпе-жек. Бұл межеаралық салмақ, қандай салмақта өтетіндігін білмеймін, бірақ кездесу орын алады. Ауыр жекпе-жек болғалы тұр. Дэнни Джейкобс керемет жауынгер, өткен жолы ол жеңілді, бірақ кездесу тең болды. Ол әлі де мықтылар қатарында. Фернандо Белтран айтқандай, кездесу бекітілді. Ол 160 фунттан жоғары салмақта болады дейді боксшының менеджерлерінің бірі Моралес. Жағдай осылай. Хайме негізінен чемпиондық белбеуді аңсайды, бірақ ол шынайы чемпионнан шыққысы келеді. Андраде бір салмақ жоғары көтерілгендіктен ол тек Чарломен шыққысы келген. Сондай-ақ радарында Геннадий Головкин де бар. Жәнібекті әзірге місе тұтатын түрі жоқ. Алайда Топранг тарабы бұл боксшыға қатысты мәлімдеме жасаған еді. Ол кезде Жәнібек уақытша чемпиондық белбеуді алып, Мунгуяда келесісін өткізгеннен соң, бұл боксшылар бәсекесін күз айында көріп қаламыз деген болатын. Мұнда олар Әлімханұлының осы аралыққа дейін толыққанды чемпион атанатындығын болжап отырса керек. Егер Жәнібек Дигнумды тұтса, онда жекпе-жектен соң 10 күн көлемінде Андраденің жауабын күтетін болады. Егер Деметриус орта салмаққа оралса, онда Әлімханұлымен міндетті түрде жекпе-жек өткізетін болады. Еншісіндегі белбеуін тігеді. Бірақ бұл оның өзінің жекпе-жегіне байланысты. Андрадеде 21 мамыр күні екінші орта салмақта Зак Паркермен жолығады. Паркер қазір бұл салмақта абсолют болып тұрған Канело белбеуін үміткер. Демек, американдықтар арасындағысында Андраде жеңіске жетсе, онда ол белбеуді бос қалдырады да Канелоға қарай ұмтылмақ. Міне оның діттеген мақсат осындай. Ал жеңіліп қалса, онда орта салмаққа түсуге тура келеді. Бірақ мамандар Андраде Паркерді ұтады деп болжауда. Онда Жәнібек толыққанды WBO чемпионы болып, Мунгуяның қызығушылығын әлінеді. Міне сол кезде біз бұл қос саңлақ арасындағы айқасты көріп қалармыз. Әрине, оған дейін ол Чарломен келісіп қоймаса. Жалпы Әлімханұлының мақсаты айқын. Ол алғашында орта салмақты тазалайды. Мұнда Генаның белбеулеріне қарап тұрған жоқ. Сосын тағы 3 салмақ бойынша әлем чемпионы атанамыз деген жоспарлары бар. Бейне материал ұнады ма, онда лайк басыңыз, пікір қалдырыңыз. Бұл біз үшін маңызды. Арнаға жазылып қоңыраушаны басып қойсаңыздар, соңғы жаңалықтарды бірден біліп отырасыздар. Уақыт тауып тамашалағандарыңыз үшін рахмет. Қазақ батырларының жеңіс жорықтары молынан болсын.